Бәріңіз сәлем балалар, сіздермен бейбарыс ағайларың және де бүгінгі тақырып фотосурет. Фотосурет бұл фотопленка сияқты радиациялы сезгіш материалдарға жазылған сәулелік жазу. Басқаша айтқанда фотосурет дегеніміз жарық сезгіш беттегі денелердің кескіні. Джон Хершель 1839 жылы жарықтың суреті деген түсінікті білдіретін фотография терминін гректің фото және граф сөздерінен құрастырды. Сол кезден бастап қозғалмайтын немесе қозғалатын суреттерді жасау көркемөнер мен шығармашылық процестер фотография деп атала бастады. Фотографияның тарихы. Фотосуреттердің тарихы 4 және 5 ғасырларда бастау алуы мүмкін. Өйткені Қытай философы Мо Ти және грек философы Аристотельдің суреттеп жазған камера обскураны қолдануы осыны дәлелдейді. Келесі ғасырда византиялық математик Антемий Тральский камера обскураны өз зерттеулерінде пайдаланды. Камера обскура термині қараңғы бөлме деген ұғымды білдіреді. Бұл ежелгі прототиптің қарапайым түрде қолданылуы қазіргі заманында камералардың жасаудың маңызды қадамы болды. 19 ғасыр бойы түрлі түсті фотосуреттің мүмкіндіктері зерттелді. Әйтсе де проекцияланған уақытша суреттер орнықты түрде түрлі түсті суреттерге қарағанда ежелгі кездегі тәжірибелерге көп қызмет ете бастады. 1861 жылы Джеймс Кларк Максвелл бірінші болып торлы таспаның орнықты суретін алды. Түрлі түсті фотосуреттерді алу үшін пайдаланған алғашқы автохром фотопластинасы 1907 жылға дейін нарыққа шығарылған жоқ. Кино бұл жеке қозғалатын суреттердің бәрін бірге қосқан көркемөнердің түрі. Киноиндустрияны қалыптастырады. Кино суреттер екі әдіспен құрылады. Фотосуреттік кескіндерді кинокамераға жазу жолымен не арнайы әсерлер мен мультипликацияны пайдалана отырып суреттер жасау жолымен. Кино мәдениеттің маңызды түрі. Кинофильмдегі қозғалыс қарым-қатынас жасаудың амал әдісі ретінде қолданылды. Фильм белгілі бір мәдениет жасаған артефактілер болып табылады. Олар сол мәдениетті бейнелеп көрсетеді және де оларға ықпал етеді. Фотопленкаларға жазылған және қозғалған суреттерді көрсеткен фильмдер қоғам назарын аударды. Кино сатылып дами бастады. Бастапқыда олар бар болған қызықты жаңа нәрсе болды. Бірақ ол соңында 20 ғасырда қарым-қатынас жасаудың, көңіл көтерудің және бұқаралық ақпараттың маңызды құралдарының бірі болды. Қызықты факт. Kodak компаниясының иесі Джордж Итсман компаниясының атын өзінің камерасының ысырма қақпағының дыбысын естігеннен кейін қойған. Түрлі түсті фильмдер. 1960 жылдардың соңында түрлі түсті фильмдер қалыпты жағдай болды. 60 жылдары студиялық жүйелердің қысқартылуына байланысты кейінгі жылдары фильмдердің өндірісі мен стиліне көптеген өзгерістер енгізіле бастады. Кейінірек 20 ғасырдың 90 жылдарында сандық технологиялар жаңа өзгерістерге түрткі болды. Міне балалар, бүгінгі біздің тақырып аяқталды. Әлі талай қызық сабақтарды кездесеміз. Қош, сау болыңыздар.